Айтыс сөз барымтасы, халықтың қазынасы, бабадан қалған мұраны бүгінде ақындарымыз төл өнеріміздің туын жоғарыстап келеді. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, Алтау Ньюс медиа орталығында кезекті сұхбат. Бүгін студиямызда қонақта халықтың құрметіне бөленген халықаралық, республикалық және аймақтық дәрежедегі айтыстардың 15 түркін бас жүлдегері, белгілі айтулы ақын ағамыз, айтыстың ақтаңгері Серік Құсанбаев ағамыз студиямызда қонақта. Және жуырда дәстүрлі алтын домбыра республикалық ақындар айтысына қатысып жүлделі екінші орын алған. Сонымен қатар бірнеше республикалық ақындар айтысының бас жүлдегері, сондай-ақ айтыс ақтаңгері медалімен марапатталған Серік Қуанған ақын студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Бүгін енді қос Серіктің ортасында отырып сөз бастау өте қиын болып тұр біз үшін. Жалпы айтыс деп жатамыз, ақындық деп жатамыз. Халық енді айтыста бір шындықты, әділдікті, ақиқатты көргісі келеді. Өзі айта алмай жүрген бір ақиқатты көргісі келеді. Сол үшін айтысқа барады. Жалпы бүгін таңда бұрынғы айтыспен салыстырғанда айтыс қаншалықты өзгерді, қаншалықты түрленді аға? Серік аға, соған өзіңіз айтып берсеңіз. Бұл не нәрсе уақыт өте келе өзгереді екен. Айтыс болсын, адамның мінезі болсын, табиғат болсын, климат болсын байқап отырсың. Сол секілді айтыста, міне біз мысалы үшін бісміллә деп айтысқа шыққалы енді 88 жылдан бастап есептей бер. Қанша 40 жылдан қатаяқ қалды ғой. Сонда 37 жыл бопты. Сонда сол кездегі көрермен, сол кездегі айтыстың қазылар алқасы, сол кездегі үкіметтің көзқарасы айтысқа деген. Одан кейін сол ақындардың өзі бір-біріне деген қарым-қатынасы, жай киген киімдерін айтпай ақ қояйық, енді ол мақамдарының өзі белгілі бір қалыпқа сай, белгілі бір талапқа сай болатында, мысалы біреудің мақамын қайталап, біреудің айтыспайтын, мысалы үшін. Қазір өзгерді, көрермен де өзгерді, заман да өзгерді, біздің қоршаған ортамызда өзгерді, ақындардың айтысқа деген, көрерменге деген мына айтыстың өзі табиғат өзгеріп кетті. Бұрын біздердің кезімізде бір шумақпен айтып тастап, ары кетсе екі шумақпен, үш шумақпен айтатынбыз, 4 жол өлеңмен. Ал 4 жол өлеңді көбейтетін болсақ, кейде 6 жол, енді ары кеткенде 8 жол өлеңге баратынбыз. Қазір шұбыртпалы ұйқаспен айтқан кезде бір ақын 30-40 жолға дейін бір ұйқаспен өлең айтып тастайды. Ол өлеңнің басында тыңдап отырып, өлеңнің басында не айтқанын ұмытып қаласың. Жауап берейін деп отырсың, ақын ретінде, кейде көрермен ретінде қарап отырсаң, ал басында не айтып еді деп. Сондықтан бұл айтыстың табиғатының бұзылуы дейді. Бұны қазақта толғау деген бар, о жанр ол. Арнау деген жанр бар, мысалы үшін. Арнау дегенде ат айтып тұрғандай, мысалы үшін Серіктің жаңағындай бәйгеден келуі, болмаса бір мерекесі, баласының жаңағы тұсаукесері дейік, арнау саған айт десе, мысалы келесінде тоқетерін айтып, осындай балаңның жаңағы осындай тұсаукесері құтты болсын, өмірдің әнемесіне сүрінбесін, әнем не деп айтам. Толғау деген бір тақырыпты бергенде, кешегі батырлар жыр секілді, ол толғау. Бұл жағы бізден гөрі қырғызда дамыған деп өзім ойлаймын. Өйткені олар жеке толғауға, жеке жырлауға бейім. Сондықтан көп өзгеріс. Оның бәрін қазір айтып жатсақ, әңгіме де көбейіп кетеді. Негізі өзгеріс көп. Өйткені бұрынғы айтыспен, ол әгі бұрынғы айтыс мықты, қазіргі айтыс нашар деген сөз емес бұл жерде. Жалпы айтыстың келбеті, айтыстың өзінің бір табиғаты, форматы, көрермен де жаңаланды. Біздің кезіміздегі көрермендер дуылдатып ана республика сарайына сыймай отыратын көрерменнің қазір көбі жоқ. Көбі жоқ. Көбінің көзі көрмейді, көбінің құлағы естімейді, көбі ақсақ-тоқсақ жүре алмайды. Сондықтан біздің көрерменнің, мен сізге айтайын, бір 60%
жоқ қазір. Көрермен жаңаланды дейсіз ғой. Жаңа буын жаңаланды. Иә, оның бер жағында мысалы үшін өлеңге басқаша қарайтын, сынмен қарайтын, өзі тыңдап отырып, ана ақынның не айтқанын түсінбей қасындағысынан сұрайтын көрермендер де бар. Одан кейін мына Қытайдан, Моңғолиядан қазақы қаймағы бұзылмаған қандастарымыз келді. Қазіргі мысалы үшін олардың сөз талғамдары, сөз саптастары кешегі ата-бабаларымыздан бұзылмай келе жатқан дәстүрлі қазақы сөз саптас. Сондықтан ондай көрерменнің көңілін табу да екінің бірінің қолынан келмейді. Сондықтан орыстанған қазағың бар. Айтысты түсінетін, түсінбейтіні бар, басқасы бар, өкіметің бар. В общем, қош, қазір өзі ақын болып халықтың көңілін табу бұрында оңай болған жоқ болатын. Қазір тіптен қиын. Міне айтысқа жаңа леп алып келген бауырыңыз отырғасыңыздар. Ақпарат көбейіп кетті ғой қазір. Серік ағаның айтып отырғаны өте дұрыс. Ол кезде мына ақпараттық біздің кеңістік айтыстан басқа мысалы бір-екі канал, сосын жаңағы ең бұл Газет, журнал. Газет, журнал, сосын мына көрермен ретінде көретін айтыс болды ғой ең шоқтығы биік. Қазір жарқ еткен не ақпарат көп, не нәрсені қазір осы отырған жерінде жарқылдатып шығарып отыр ғой. Сондықтан сол жөнінен келген кезде бұны айтысты бір ескінің сарқыншағы, ескінің қалдығы ретінде қарайтын адам көп. Бірақ әйтеуір енді қазақ бар жерде айтыс бар деп жатамыз ғой. Бірақ тәуба осы айтыстың әйтеуір көрермендері бұрынғыдай енді республика сарайын толтырмаса да кез келген жерде осы сол айтыс біткенше залда 4-5-6 сағат ұстап отыратын көрерменді айтысқаны ғой қазір. Кез келген концерт өзі 1 сағат 20 минут, 1 сағат жарым уақыттан аспайды ғой. Бұл айтыс сол 6-7 сағат залды толтырып сол көрерменді ұстап отыратын бұл айтыстың құдіреті. Сондықтан енді жаңағы дәуір өзгерген сайын, жаңарған сайын дүние өзгереді ғой. Ол кездегі жаңағы 90 жылдардағы айтыстың да өзіндік үлкен күшке ие болды. Үлкен жаңағы беделге ие болды. Енді әзірде жоқ емес. Өйткені айтыстың несі жоқ болса, біздің өкіметте оған жаңағы арнайы қарамайтын еді деген секілді дүние ғой. Сондықтан айтыс енді бір жағынан өзгеріп жатыр, бір жағынан дамып жатыр. Өлең құрылысы енді біраз нелер бар шығар. Ана Жүрсін ағаның бір айтатын сөзі бар ғой, кейбір ақындардың өлеңдері поэзиялық деңгейде шығып кетіп жатады. Енді оның өзін жаңағы кейін талдайтын шығар деп. Сол секілді енді бәр ақын бірдей емес қой. Сол секілді айтыстың енді айналасы осындай. Әр нәрсенің дамығаны, биікке шыққаны, шыңға жетілгені дұрыс қой. Бірақ енді осы ағаларымыздың ізін басып, сол кездегі бізге жеткенше Серік ағадан бері қарай 3-4 буын ауысып кетті. Көрерменді ғой осы айтыстың өзінде мысалы біздің Серік ағалардың дәуіріне дейін біз жаңа қуатын болсақ, менің алдымның өзінде бір 4-5 буын бар айтыстың. Бір 5 жыл демей, бір 7 жылдан деп алатын болсақ, 5 жыл дейтін болсақ, уже 5 буын, 5-6 буын ауысып кетті. Енді бір 7 жыл деп алайықшы енді. Бірақ 7 жылға жетпейді, ол буын өзі шығып отырады. Толқын секілді ғой бірін-бірі қуатын. Сондықтан бір 5-6 буын болып кетті. Өйткені 2019 жылы Ерік Асқаровтың 60-жылдығына барғанда айтыстың 5 буыны деді. Айтыстың 5 буыны деді. Сол кезде бір буыны, үлкен буыны, бізден үлкен буын қазылар болып отырды. Әселхан бар, ол кезде марқұм Қонысбай бар. Одан кейін 4 буын айтысты. Одан бері тағы да 2 буын қосылды жоқ дегенде. 3 жылда шығып отырады. Ал енді тағы да бір айта кететін нәрсе, қазір мына біздің кезіміздегі айтыстардың жазба таспаларын көріп отырсаң, елге танымал үлкен ғалымдар, Алматыда өтетін айтыс қой. Үлкен ғалымдар, жазушылар, ақындар, сондай жаңағы төрағалық еткен не? Залда отыратын. Бәрі мысалы үшін елге танымал, сыйлы, сөздің қадір қасиетін білетін, ақынға мысалы үшін сын көзбен қарай алатын, сол секілді жазады одан кейін. Сондай адамдар еді. Отырады да, қазық байқасаң. Қазір мысалы үшін ондай адамдарды таба алмайсың да. Бірен саран өзі бір жанкүйер секілді жаңағы бір барады айтысқа жаңағы. Ол да мысалы үшін бір сағынышқа айналып кетті, сағымға айналып кетті деп айтуға болады. Қазіргі ақын жазушылардың жалпы енді аға буынның жалпы талғамы бөлек болса да айтысқа қызығушылық аз ба? Басқа дүниеге ден қойып жатыр ма ол кісілер? Бұл жерде
Қарбаластық қой қазір. жоқ, қарбаластық та бар. Ол бір нәрсеге бір ғана нәрсе себепкер бола алмайды. Мысалы үшін айтысқа жаңағы жазушылардың, ғалымдардың, мысалы үшін ақындардың аз келуі қазіргі таңда ол түрлі себептер. Жаңағы ертең телевизордан көре салам дейді. Соған уақытымды бөліп кешке шығады, барып жүрмей ақ қояйын. Жаңалықтан ести салам, кім баспай қалды, кім қойды деген секілді. Сондай бір қазақи жалқаулық та бар. Немқұрайлық, жарайды. Одан кейін тағы да сол қазақи көріп келдік дейміз ғой. Ой, белгілі ғой, бәленшеге бере салады, бұлар бәрін ақылдасып алған, ол ақындар айтыс бәрін келісіп алған деген секілді бір айтыстың қазіргі айтыстың болмысына бір сенімсіздікпен қарайтын көңілдер де бар. Серік, қалай ойлайсыз, Серік Қуанған мырза? Неге сенімсіздікпен қарайды? Келісіп алатын айтыстар көп пе қазір? Мысалы, залда отырған кезде кейде бір айтыс көріп жатамыз, мысалы, ой, мына ақын екеуі келісіп алыпты ғой, кеше дайындалған, бүгін міне соны шығарып жатыр деген сияқты айтып жатады. Кез келген дүниеде, Серік аға да үнемі айтады ғой, кез келген дүниеде дайындық болады. Дайындықсыз кезінде қатағанды іздеп бара жатқан жаңағы Сүйінбай дайындықсыз барды дейсіз ба? Сол жерден көремін. Ойына түйіп барады ғой кез келген дүние. Ақын мысалы айтатын, бір жерге мысалы арнауға шақырса да сіз жаңағы соның айналасы, соның істеген, атқарған шаруасын ақырын өлеңге түйіп барасың ғой. Ол дайындық деген дүние осы. Спортта да бар жаңағы. Жауапкершілік бұл, үлкен жауапкершілік. Енді бастан аяқ жаңағы сен сүйдегенде мен бүйдейін деген дүниені енді ол келісіп, ондайға енді елде ақындар да негізі қарсы. Бірақ енді кейбір айтыстар, мысалы анандай бір тойларда болатын айтыстарда, мысалы біз тойда айтсамыз ғой, тек қана көрсетілім ретінде, мысалы өткенде неде жаңағы екі ақынды шығарып айтыстың бір үлгісін көрсетуде. Ол жерде жаңағы ақылдасып шыға беруге болады енді ол жерде ешкім. Ал енді бәйгеге таласқан кезде бұл айтыс деген бәйге ғой енді. Жаңағы жарыс, күрес сияқты. Ондай кезде енді мысалы финалға келіп тұрып, біреумен келісіп отырмайсың ғой енді. Ол сөзіңді алдына. Ол кезде ішіңнен дайындалып естейсің. Бірақ енді небір келісілген айтыстар өтті ғой. Аға, енді қазір кезінде сіздердің кездеріңізде шындықты айтқан ақындар айтыстан шеттетіліп жататын. Өзіңізде соның бір сол салқынын көрген шығарсыз. Ринат Зайытов бастаған, мысалы Айбек Қалиевтер, сіз мысалы сөздеріміз, айтқан сөздеріміз монтаждалып қарқылып жататын деп жиі еститінбіз. Сондай бір жалпы айтыстан кейінгі өмірде де сондай бір шеттетілу, бір қиындықтар көрдіңіз бе мысалы? Секе, неге бұлай еттіңіз, олай емес еді ғой деген сияқты. Түрлі марапаттардан қалып қалған кездеріңіз болды ма сол үшін? Еленбей, ескермейлі қалған. Әр ақынның өзінің бір бейім, мынандай нәрсені айтады, мынандай нәрсені айтады. Кейбір ақындар мысалы үшін саясат болып жаққан, болмаса тағы да сол секілді бір тілге байланысты нәрселерді айтады, айтуын. Ол ақын айтыста ақынның бәрі айтады. Айтудың жаңағы формасы болады. Мысалы үшін жай астарлап айту, жай ойландырып айту, бір пәлсапамен Абайдың сөзін Қадыр Мырзалиев Мұқағалидың сөзімен келтіріп айту, Мұқаң сөйтіп айтқан ғой деп. Болмаса қылыштай қиып тұрып, мәселе өтің жарылып кетсе де жаңағы деп айтып тастау. Вот міне осы айтып тастау жаңағы қазанаттың жолында жазық та бар, ор да бар. Азаматтың жолында бақыт та бар, сор да бар деген секілді. Осы айтып тастау, сол айтып тастауға берім болған ақынның кішкене сор болып жабысады екен. Мен жаңа өзім білем, өзімнің басымнан талай айтуға болмайтын нәрселерді айтып тастап, жүлдеден де қағылып қалғам. Тіпті ертеңгі айтыс болған, айтыс туралы берілген репортаж дейміз ғой газетке. Газеттен де фамилиям жоқ, ол мен қатыспағанын білінбейтін. Айтыстарымның ең көп қиылғаны мен өзім шығармын деп ойлаймын. Өйткені мен кейде айтыс болғаннан кейін бар, бір айдан кейін айтысымызды көрсеткен кезде көп айтыстарымда танымай қалам. Өйткені менің айтқан сөздерім уақытымен сонана жүрсін ағаның да бір ептілігі ғой, жаңағы бір
ретін тауып өзі қалай қиып тастайтынын білмейсің, ана қиып тастайды көп сөздерімді. Көп сөздерім менің енді қиылып қалды. Енді сондықтан бірақ сол кездегі мен ғана емес, ақиқатты айтатын ақындардың ішінде Қонысбай болды, мысалы үшін Ерік Асқаров болды. Сол Ерік Асқаров мені көбінесе жетектеп жүрді ғой, ағам ғой ол мені. Сонда баяғы мынаны айт, мынаны айтпа, мынаны айтсаң бәлеге қаласың деген секілді әңгімелер айтып жүреді, бағыт бағдар беріп дегендей. Көп нәрсені айттым, ол үшін өкінбеймін. Қазір мысалы үшін халық сол үшін жақсы көреді ақынды, ақиқатты айтқан үшін. Айтыста ақындар айтып, өкімет назарына алып шешілген мәселелер көп. Мысалы үшін желтоқсан оқиғасының кезінде жаңағы комиссия құрылмай, ескерілмей, зерттелмей жатуы, Семей полигонының жабылуы, Арал теңізінің қаңсып қалуы табанының, басқа тіл мәселесі, мына ономастикалық жер су атауларының қазақшалау мәселесі ол әлі күнге дейін айтылып келеді. Бірақ бір айырмашылығы, ол кездегі өкімет айтыста айтылған нәрсеге көңіл бөліп, сол айтыста айтылған нәрсені барып тексеріңдерші, ана Қуанғанның айтып отырған рас па? Барып тексеріңдер. Егер рас болса, жаңағы жұмыс жасап, соны жөндеп, ертең маған хабарын беріңдер. Келесі айтыста тағы да айтылып жүрмесін деген нәтиже шығаратын. Қазіргі өкімет, қазақ айтады, ақпа-құлақ деген сөз бар. Bir құлағынан кіреді, айтсаң, тыңдайды, екінші құлағынан шығып кете ме, білмеймін, әйтеуір ұқпайды. Қаншама ақындар айтып жатады мәселені. Бір нәтиже шықпайды. Мен мысалы үшін міне, енді ол ана кешегі бүгінгі демей-ақ қояйық. Мына Тоқаевтың тұсында мына жер дауы болды ғой. Жер дауы болған кезде бір айтыста мен сол 2019 жылы айтқаным, мынандай бір сөз айтқам. Жер сату деген ағайын тұтанбап беді тұсында Назарбаев тақсырдың. Болашақты болжайтын көріпкелде емеспін, сәуегейде емеспін демеймін және бақсыңмын. Өткеніңе үңілсең, көз ашпапты түрмеден, бәрі де иге жақсыңның. Сатылмайды жерім деп, аттан алаш елім деп түрмеге түскен Боқайып бір емес педі жақсы ұлдың. Айналайын өкімет, бас көтерген ұлдарды баспақтай қылып бас құрдың. Қойдан жуас қалқыңа азуыңды ақситып тапатал түсте тап беріп қылығын қылдың қасқырдың. Ұзын сөздің қысқасы, түрмеде жатып тарыққан, анасын аңсап зарыққан, баласын ойлап қамыққан Боқайыптың тағдырын Тоқаевқа тапсырдым деп айтқан. Халық ду етіп қолдады, бірақ енді мен білмеймін, осы сөзім әсер етті ме, мүмкін өзі уақыты солай келді ме, көп ұзамай Боқаев осы жер үшін митингіде ұсталған ғой. Сол Боқаев босап шықты. Мысалы үшін мен айта алмаймын 100%, мен айтып, Боқаевтың тағдырын Тоқаевқа тапсырдым деп, Тоқаев соны тыңдап, емді Құсанбаев айтып отыр екен, босатайыншы демеген шығар. Мүмкін уақыты кеп тұрды, мүмкін біреу болмаса біреу айтқан шығар. Қанша деген осындай сөз болып жатыр қоғамда, осы деген секілді. Мүмкін. Серік Қуанған, қазір енді айтысты осы өңірге шығып республика танып жүрген ақындардың бірі әрі бірегейсіз. Жалпы өзіңіз кімді үлгі тұтып өстіңіз жалпы айтысты? Біреуінің отырысы, біреуінің жүрісі, біреуінің тұрысы деген секілді. Оны 100% өзіңе көшіріп алу деген мүмкін емес дүние екен. Сондықтан әйтеуір жаңағы сөзімізді дұрыстап, өлеңімізді дұрыстап, осы елдің алдында әйтеуір аузымызға сиятын сөзді айтайық деп жаңа Серік аға айтып отыр ғой мындай. Әркім өз аузына сиятын сөзді айтады негізінде. Айтыста да, өмірде де солай. Жүрегі баратын сөзді айтады деңізші. Жүрегі бар болғанда, мысалы, мектептің оқушысы жаңағы Боқаевтың тағдырын Тоқаевқа тапсырдым деп айтып отырса, мысалы, келмейді ғой. Ол Серік ағаның айтуға әбден қақысы бар. Айтыста жүрген жылына да, өзінің жаңағы ақындық қуатына да әбден қақысы бар. Сол секілді дүние ол, сол тұрғыдан айтылған. Сол секілді өзіміздің жаңағы айтылатын, айтуға біздің жаңағы әлеуетіміз жетеді ау деген сөздерді осы айтыста айтып, оның сыртында енді қарсыласпен айтысың бар деген секілді. Үлгі тұтуға келетін болсақ, енді осы Серік ағаларымызбен қатар шыққан ақындардан бері қарай көбін біз не істедік. Біреуіне бүйтіп міне тура осының ізімен жүремін деген енді ондай өз басымда принцип болған жоқ. Енді көп біреуде болатын шығар, енді оны мен ешкімге не істей алмаймын. Өзім енді көп адамдар, мысалы Серік ағаның жаңағы сияқты жарқылдап бір нені ақиқатты айтып, елдің бір қошеметіне бөленіп жататыны мақамды керемет салады бұл кісі.
соны жаңағы не істейсіз, балғынбектердің, жаңағы шорабектердің бір әзілмен келтіретін тамаша шумақтары. Одан бұл кісілердің ізін басқан бізге мысалы аға буын болатын қаншама жаңағы Рүстем бар, Мұхтар бар деген секілді. Сол кісілердің бір тапқырлығы, бір керемет кестелі ойларды көркемдеп, бір керемет қылдағы майдан қылшық суырғандай қылып тамашалап айтатын. Соның бәрін енді бойға сіңіруге тырысасың ғой, бірақ енді бәрі бола бермейді. Сол айналып келіп, сол өзіңнің жүрегіңнен шығатын сөзді айтасың ғой бәрібір де. Қай жерге шейін шамалы. Сізге жалпы өзіңіздің досыңыз көп пе өмірде? Дос көп деп ойлаймын мен. Достан кенде емеспін. Енді Мағжан Жұмабаевтың сұрақ қойып отырған ақында адамзаттан дос болмайды, жалғыз ақ мұңын шерткен қаламына деген бір сөздердің астарында бір үлкен шындық жатқан сияқты. Ақында дос болмайтын себебі ол шындықты айтады, ал шындықты айтқан адам ешкімге жақпайды. Шыншыл ақындар қай заманда қоғам өз уақытында қабылдай алмаған ғой жалпы. Бұл ретте жалпы кейбір шындықты айтқан адамдардың қастарында дос болып жүрген адамдар қорқады, ертең пәлесі зияны тиіп кете ме деген сияқты. Қашып кетеді. Енді ол жерде Мағжан атамыздың енді жаңағы жүрегіммен жарлымын жаралыға деп басталатын өлеңі ғой. Түрмеде жатып жазған. Осы кезде де солай шығар, бірақ енді бұл шындықтың да өзі жаңағы шыңы бар. Шындықтың да кез келген дүние шындық екен деп айта беруге болмайды. Айтысқа шығып алып жаңағы Серік ағамыздікі секілді бір қоғамдағы өзекті, не болмаса бүкіл ел білетін, ешкім білмейтін дүниені шығып алып, не білсе бір өте ұсақ дүниені шығып алып, ойбай мен шындықты айтамын екен деп өлең қылып ұйқасына келтіріп алып ұра беруге ол келмейді ғой. Сондықтан шындықтың да өзінің жаңағы ақиқаты бар оның ішінде. Қазіргі айтыста да небір шындықтар айтылып жатыр негізінде. Ол жаңағы бұрынғыдай емес, айтыс бұрынғыдай жаңағы танымал популярный болмағаннан кейін кейбір дүниелер жетпей қиылып кетіп жатыр. Бірақ TikTok'та әлеуметтік желіде айтыскерлердің кейбір шумақтар салынып, көпшілік пікірлерін білдіріп жатыр мысалы. Қазірде мысалы бір айтысқа барғанда міндетті түрде бір 5-10 мәселе көтеріледі ғой, бастан аяқ. Көп көтеріледі. Енді оны жаңағы Серік ағаның айтып отырғаны, ол бұл кісілердің заманындағыдай бір қатты тыңдалмайды да. Содан бізде енді айтыста айтады ғой, фактімен айтыңдар мәселе. Жаппай емес, мысалы фактімен қуаныш, осындай жерде осындай шару істепті, мынау дұрыс емес, мынаны жаңағы Боқаевтың несін сол сияқты оны ашық фактімен дәлелмен келтіріңдер. Құр сөз болмас дейді ғой. Оған бар ғой, қуаныш. Оған қазіргі ақындар кінәлі емес. Неге дейсің бе? Бұрынғы кезде мысалы үшін бірақ хабар арнасы. Міне Наурыз айтысы болды ма Алматыда? Енді осы Наурыз айтысын апрельде болса, апрельдің басында, бұны 1 майдың мейрамына көрсетеді. Бір айдан кейін монтажда әйтіп мүйтіп, оны халық күтіп жүреді. Ана программаға шығады бір апта бұрын, айтыс болады екен деп. Айтыстың өзі бір ай созылады. Басқа телевидениеден берілмейді, радиодан берілмейді. Газеттер шықса, сол 1-2 газет бар, Егемен Қазақстан енді ресми газет болғаннан кейін ол көп көңіл бөле бермейді, ол бұрыннан өгей әке секілді ұлттық өнерге. Ал енді Жас Алаш газеті, соның Алматы ақшамы деген, Алматы ақшамы газетінің мысалы үшін бүгін болған айтысты ертеңгі нөміріне басып жіберу сол кезде бір үлкен сенсация болды да. Мысалы үшін қазір міне секунд сайын қазір бір жаңалықты оқысаң, сарт етіп мына тағы бір жаңалық, мына жаңалық, сен мына газет енді оның бәрін енді сағат сайын газет шығармайсың ғой. Ол болмайды. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Ақындар мысалы үшін қазіргі таңда ана жолы әкесін сабап өлтірген, тағы да басқа мысалы үшін орыс тілін жаңағы не етіп жаққан, насихаттап жүрген қандастарымыз туралы, мына көші-қонның жаңағы тоқтап қалғаны туралы, өкіметтің қайсы бір мүшелерінің кері қоғамның жаңағы пікіріне, қоғамның талабына кері жұмыс істеп жатқандығы, бәрін мысалы үшін айтуын айтады. Бірақ информация көп қой қазір. Информация көп болғаннан кейін өз көп нәрсенің кейде зиянды бар. Мысалы үшін қасапшы көбейсе қояр өледі деген секілді. Мына Серіктің мысалы үшін жаңағы ана жолға алған атағының өзін 4-5 ақпарат көзі құбылтып береді. Мысалы үшін бір жерінде жаңағы аузынан шығып кеткен жаңағы 2 миллион теңге берді әкім десе, бір жерде мысалы үшін темір тұлпа берді. Тағы да бірдеме жалған. Содан кейін қазіргі блогерлер өздерінің аттарын шығару үшін, мына сайттарының аттарын шығару үшін бір жалған ақпараттарды беріп жіберге әуес. Сондықтан
бұл енді айтысқа келеміз ғой көбінесе сол ақындардың мысалы үшін сол кездегі ақпараттың тапшылығы, ақпарат көзінің тапшылығы халықтың ынтасын айтысқа тартып тұрды. Қазір ақпарат көп мысалы үшін. Ана жерде айтыс та көп мысалы үшін. Сондықтан бұны айтысқа байланысты мәселе бар. Біздің мына Құдайберлі Мырзабеков деген менің досым бар. Серіктер біледі, өзің де білесің. Мына кітапта менің жазылған, мен айтысқа қалай келдім, мынау көрермендерге көрсетіп қояйыншы. Мына менің жырлаумен өткен 20 жыл деген кітабым осы біраз жыл болды шыққанына, Алматыдағы, Астанадағы Фолиант баспасында. Мен осы жырлаумен өткен 20 жыл деген кітапта айтысқа қалай келдім, айтыста кімдерді үлгі тұттым, кімдерден үйрендім, кімдерден жирендім, қай жерде бәйге алдым, қай жерде сүріндім, қай жерде түңілдім, қойшы бәрін қалай көшіп келгенме дейін осы өскеменге еліме сол жазылған. Сонда менің осы кітапта жазған досым Құдайберлі Мырзабеков менің айтысқа келуіме тікелей себепші болған адам. Соның айтыс туралы бір өлеңі бар. Қазір Төреғали, Төреәлі айтып жүр, жақсы мақамыда. Сонда бір жерінде айтады қайырмасында: айтысты айтыс демейді қазақ, бір іліп қалмаса, суырып салмаса дейді. Көрдің бе? Сондықтан айтыстың табиғаты бұл. Бір іліп қалу. Бір іліп қалмасаң айтыс шықпайды, қуаныш. Мысалы үшін Секең мені мақтап, Серік аға сіз молодессіз деп, ой Секең сен де молодессің, одан айтыс шықпайды. Бұл ақырында солақайсың, тиісіп дейді. Одан кейін жаңағы анау бір саусағыңыз жоқ екен деп, уже екі тиісті. Ал енді бұл тиісіп сөйлеу, мына халық жағынан тағы да түсінбеушілік әкеледі екен. Мен өзім айтыста міндетті түрде кіммен айтысам онымен айтысайын, бір 2-3 рет жоқ дегенде 2-3 шабуыл дейміз ғой, атака жаңағы жасаймын. Кім болсын ол, менен жасы үлкен болсын, кіші болсын, жасы болсын, әйел адам болсын, еркек адам болсын. Өйткені менің өзі айтысу стилім. Сонда бүйтіп қарап отырсаң, кейде өзім жаңағы көрермен ретінде қарап отырсам, әгінде айтыс шығару үшін түртпектеп тиіскен ақын жек көрінішті болады екен. Негізі айтысты сол шығар. Айтысты шығару, ана жауап береді, жауап берілсе. Тиіскен адам айтыс шығарады негізі. Ой деп халық қол соғады, сол емес пе? Сөйтіп айтыс шығады. Айтыс шығарған кім? Айтыс шығарған мынау, жаңа жек көрінішті болып, сүйкімсіз болып көрініп отырған. Сондықтан қазылар алқа берген, баға берген кезде, мен өз басым қазылыққа қазы шақырады ғой, республикалық. Қазылыққа шақырған қиын өзі қазы болған. Өйткені ақындардың бәрін танисың, бәрін білесің, ақындық қуатын, бәрін бірақ жеме-жемге баға берген кезде айтысты шығарған ақынға бір балл артық беру керек. Соны ескеру керек ол. Мақамы, тауып айтқаны, мысалы үшін басқадай көтерген проблемасы, тақырыпты жырлауы, оның бәрі ескерілу керек. Бірақ әгіндей айтысты шығару деген осы біздің қазылардың тарапынан көп ескерілмейді. Ескерілмейтін себебі біздің қазылар алқасында отырғандардың жартысынан көбі айтысқа бес қайнаса сорпасы жоқ адамдар. Осылай. Айтыскер ақындар емес. Айтыскер ақындар емес, депутат, ғалым, бірдеме, ақын деген секілді. Бірақ кезінде сіздердің кездеріңізде де айтысқа төрағалық еткен ақын жазушылар енді ол кезде біз өз жай айтысқа қатысқанымызға мәз болып жүре бердік. Қазір біз айтыстың бұзылып кетпеуіне, айтыстың өзінің жаңа табиғатынан ажырап кетпеуіне, айтыстың әділ бағалануына, уже біз ол кезде өзіміздің басымызға айтысқа қатыстырмай ма деп жүрдік қой енді. Қазір біз кішкене енді 60 дейтін жасқа келдік. Айтыстың біраз қызығы мен шыжығын көрдік, суығы мен ыстығын көрдік. Енді сол бұл айтыстың енді мына өміршең болып қалуына біз жұмыс істеуіміз керек. Ертең суынып, ертең айтысқа қалып келмей қойса қайтеміз. Енді бір 10 жылдан кейін. Онда мынандай қаншама ақындар не болды? Сондықтан біз осыдан өнеріміз не болды? Сондықтан әділ бағалау, айтысты дұрыс ұйымдастыра білу, айтыстың ақындардың аузына қақпақ болмау, осы секілді бір талай нәрселер айтыс пен халықтың арасындағы бір-біріне деген құштарлықты, бір-біріне деген сүйіспеншілікті, ынтызарлықты байлап тұратын нәрселер. Осыны жоғалтып алмауымыз керек. Серік Қуанған, жалпы сізге айтыс сізге не берді? Не берді, немесе айтыс арқылы қандай бір зиян көрдіңіз? Айтыстан енді көп дүние берді ғой. Бергенде
айтыс ақынға да береді, ақын да айтысқа береді. Серік аға біледі ғой, енді айтысқа мына біздің халыққа, көбінде халыққа немесе бер жағындағы жаңағы көрерменге, адамға сол сахнадағы сәт қана көрінеді. Бұлар жаңағы бір 20 минут, 30 минут айтысады да, жаңағы топ-тобымен жүлде алады. Немене ол 20 минут айтысқан ақынға деп. Оның ар жағында бәленбай жылдар жатады. Дайындық жатады. Бәленбай жаңағы ізденіс жатады. Қаншама жаңағы кітапханадағы кітаптардың түбін кемірген, соны парақтаған, немесе бір жерге бара жатқан кезде, мысалы Таразға айтысқа бара жатырмын деп ойлаған кезде, сол Тараздың бүкіл тарихын, айналасындағы жаңағы мекенді, сол жердегі жер, су атаулары, ол жерден қандай адамдар шықты, айтысқа қатысты, мысалы неге қатысты, осы өнерге қатысты қандай адамдар шықты, оның бәрі үлкен ғылыми зерттеу ғой былайша айтқан кезде. Оның бәрін жаңағы халық түсінбейді да, сол сахнадағы айтысқа бергенді ғана айтады. Сондықтан бұл айтысқа ақындардың енді айтыс өзі ақынмен айтыс қой, ақын болмаса кім айтысады? Иә. Сол секілді ақындардың да жаңағы еңбегі тасадағы еңбек қой енді. Соның өзі жаңағы бағалану керек деп есептеймін. Көп ақын осы айтыстан жаңағы бұл ағаларымыз, алдымыздағы жаңағы Бекарыс ағалар, Айбек ағалар айтып жатады. Айтысқа шығардың алдында, айтысқа шығудың, сахнаға шығудың алдындағы мына қобалжу, алаңдаушылық деген өте жаңағы жүйкеге тиетін нәрсе бар. Жоғары деңгейде болады. Сондықтан жаңағы Серік ағаның айтып отырған дұрыс, бұл айтысты бағалайтын адам өзі айтысып көрген адам деген бағалау керек дегенді осы ылғи алдыға тартады. Ол енді сол міндетті түрде болатын дүние. Сондықтан айтыстың енді бергені көп, абырой берді, кішігірім танымалдылық берді. Осы біреуге жаңағы сөз айтылатын болсақ, біреудің алдында ақын деп атымызды қалыптастыратын дүние болса, біреу бізді ақын деп атайтын болса, бәрі бізге осы айтыстың берген дүниесі. Жалпы қазір құрдастарыңыз болсын, көбі қазір ақындар, айтыскерлер жалпы шоу-бизнеске қарай кетіп бара жатқан көріп жатырмыз, шоу-бизнесте, әлеуметтік желіде белсенді, Инстаграм желісінде мысалы. Аспанбек, тойда жүреді мысалы, беташар немесе арнау айтады деген сияқты. Немесе кәсіпке кетіп жатқан айтыскер ақындарымыз да бар, апайларымыз, қарындастарымыз да бар деген сияқты, құрдастарымыз да. Олар жайлы не айтасыз жалпы? Айтыскер жалпы жан-жақты бір ғана өнермен емес, жан-жақты. Жоқ, енді әлде сол кісілерге қарап кейде ойлайды, мен айтыскер не болып кеткен деген сияқты. Айтыскер деген айтыс сөзі жаңағы құрылысшы құрылысын салып, қойшы қойын баққан секілді, бұл айтысқа өзі адам бар бере алатынын беру керек. Одан ары қарай енді не істейтінін өзі біледі ғой адамның, жеке адамның мысалы. Ол анау зар күйінде, бабында жүрген кезінде бойындағы барша несін айтысқа беру керек деп есептеймін, өйткені өлеңін. Өйткені бұл айтыспен, мысалы менің өз басым айтыспен қатар бірдеңені алып жүре алмайды екен, шыны керек. Өйткені той басқарып, енді арнауға да, беташарға да барамыз ғой енді арасында. Бірақ бұның өзінің көп бара беруде жаңағы айтыста айтатын дүниелерің соған кетіп қалуы мүмкін. Мына журналистика, газеттің де басқа жақта мақала жазу, бұл енді бір жағынан жаңағы қаламды шиырлатқаны болмаса, қаламды шиырататыны болмаса, қазір мысалы қанша біздің жазба ақындарымыз бар. Журналистикаға кетеді да өлең қалып қояды. Өйткені бар бойдағы тойға кетеді де өнері қалып қояды. Тойға кетеді де өнері қалып қояды. Біздің қазір мысалы тойға жұтылып келген ақындарымыз көп қой. Тірі куәлер өзіміз маңайымызда жетіп жатыр. Сол секілді айтысқа бер алатыныңды айтысқа бер, сол айта алатыныңды айт, қанша жерге баратыныңды. Одан ары қарай енді бизнесіңді істейсің ба, кәсібіңді жаңағы тойыңды басқарасың ба, өзің білесің. Менің өзім жеке пікірім енді. Соңғы уақытта қазір енді шығыста айтыс көбейіп келе жатыр, айтыс енді Катонқарағайда өтті, одан өткенде Өскемен қаласында өтіп жатыр деген сияқты. Мысалы айтыс шығысқа жалпы айтысқа көп көңіл бөліп келе жатыр. Оны айтайын деп тұрғаным, жақында өзіңіз алтын домбырадан 2-ші орын алып келгеннен кейін облыс әкімі қабылдап бір көлігін берді. Серік ағамызға да шығыстың жұртшылығының атынан деп сый-сияпатын жасап жатыр. Жалпы кеше әлеуметтік желіде қарасам да әкімнің ақынға көңіл бөлгені өте құба-құп дейді. Кейбір адамдар әкімдер ақындарын танымай жатады дейді. Бұл жерде өнерге құрмет көрсетіп, бір ақынға емес, бұл өнерге құрмет көрсетіп жатқандай көрінді. Жалпы енді бұл жерде кейбір әлеуметтік жерде қарап жатырмыз, неге ақынға деген сияқты. Бірақ ғылымға да, спортқа да көңіл бөліп жатыр, мысалы. Жас ғалымдарға да көмек қолын созып жатыр деген сияқты. Ақындар көрініп қалады ғой мәселе. Ақындар көрініп қалады. Бұл үрдіс қандай баға бересіз? Не дейсіз, Серік аға?
Енді әйтеуір әкім туралы әңгіме болып кетті ғой. Осы эфирді пайдаланып айтайын. Мына негізі өңірлердегі спорттың дамуы, өнердің ішінде дәстүрлі ән дейміз, күй өнері, би өнері, айтыс бар, поэзия бар. Жалпы экономикасын айтпағанда деймін ғой, руханият жағынан. Бұл өзі жергілікті басшыларға көп байланысты ма деп қалам. Өзімнің мына өмірлік тәжірибемнен алғаным. Егер сол билік басындағы отырған, биліктің қолы ұзын ғой, қазақи тілмен айтқанда. Билік ол істеймін десе істейді, мысалы үшін бір нәрсені. Сондықтан биліктің жаңағы көңіл бөлмеуі жаңағыдай ұлттық өнерге, ұлттық тілге, ұлттық жаңағы жергілікті тарихқа, басқаға деген. Ол өте өкінішті нәрсе. Осы тұрғыда алғанда, осы жолы Серік бауырымның Алтын домбыраға барып қатысып, қасына бір 2-3 адамды ертіп жіберді облыс әкімі. Маған айтты. Өзіңіз де бардыңыз? Мен бардым, Секен енді бауырыңызға өлең жазып бермейсіз. Бірақ кішкене бір баруыңыз сіздің, ана жерде тәжірибеңіз бар, атақ абыройыңыз бар, ол бауырыңыз кішкене бір арқасын сүйегендей болады ғой. Рухани жағынан бір қолдау білдіріп барып қайтсаңыз қайтеді деген әңгіме мәдениет басқармасы арқылы айтылғаннан кейін мен бардым, өйткені ол Серіктің ғана намысы емес ол. Ол жерде бүкіл шығыстың намысы бәске тігіліп тұр. Одан кейін Серік жақсы олжамен оралды, 2-ші орын алды, ақтаңгерін алды. Сол жерде тағы да жаңағы жығылмай жолдан, сол сахнадан Серікке қосымша темір тұлпар Шығыс Қазақстан халқын жұртшылығының атынан деп мінгізіп жіберуі, ол да ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді деген. Өйткені Семей жақ мінгізіп жатыр, басқа облыстарда осындай сый-сияпат көрсетіп жатқаны. Онымен ғана қоймай, осы 20 республика күні елдің алдында шығарып алып тұрып, сол мәшинесінің кілтін берді. Маған да жаңа сертификат беріп, осындай құрмет көрсетіп жатыр. Енді еңбегімді елеп ескеріп жатқан шығар. Кеше ғана ол кісі қабылдады мені жеке. Нұрымбет Аманұлы. Иә, Нұрымбет Аман қабылдап, осы өңірдегі өнер жайында, айтыс өнері жөнінде, өнерпаздар жөнінде біраз әңгімелестік, жоспар жасадық. Жыршылық өнерді әкелу керек шығысқа деген әңгіме айтылып жүр көптен бері. Осы жыршылық өнерді мүмкін сол Қызылорда жақтағы жыр елі, сыр елі дейміз ғой. Сол жақтан балаларды мына жаққа университетке әкелеміз бе? Жоқ әлде Астанадан, Алматыдан дайын ұстаздарды әкеп жағдайын туғызып жыршылық өнерді, сол секілді әңгімелер айтты. Өте ұнады. Ол кісінің өнерге, өнерпаздарға назар бөліп қана қоймай, жағында көмек қолын созып, қолдау білдіріп жаққаны. Мысалы үшін жаңа өзің айтып қалдың, жыл басынан айтыстар өтіп жатыр. Мысалы, командалық айтыспен бір топ адам, 10-15 адам, анау жердің түбі Петропавл, Қызылжарға барып қайттық. Мысалы үшін, бір жағы 1500 километр, бір жағы 1500-3000 километр жүріп қайттық. Оған да қолдау білдірді, мысалы үшін. Одан кейін Қалиқан ағамыздың 90 жылдығына арналған республикалық үлкен айтыс өтті. Оның жаңа түгел өтуіне бастан аяқ көңіл бөліп, қолдап, қаржыландырып, оның бер жағында Алтайым алтын бесігім беді? Алтай Түркәлем алтын бесігі. О жерде айтысқан өткен жоқ. О жерде мүшайра да өтті. О жерде жаңағы түркі халықтарының өнерлері ортаға салынды. Қаншама мемлекеттен халық келді, мысалы үшін. Осының бәрі былай қарасаң енді шашылып жатқан қаражат секілді көрінеді. Бірақ шашпасаң, сен өзіңнің кім екеніңді, сен мына еліңнің не екенін көрсете алмайсың ғой. Мысалы үшін. Ұлттық өнердің дәріптей алмайсың. Ұлттық өнерімізді, табиғатымызды бәрін дәріптеу, әйтеуір енді сол осы елден шыққан кәсіпкерлердің арқасында жиылып, теріліп, осындай бір үлкен тойларды өткізіп жатыр. Енді міне жылдың аяғына дейін әлі уақыт бар. Серіктің айтысына мысалы үшін жіберіп жатыр деп жатырмыз. Осы жылдың аяғында Қанипа Бітібаева апамыздың 80 жылдығына арналған өзіміздің облыстық айтыс бар деп отырмыз. Оны да қолдап отыр облыстық әкімдік, облыстық мәдениет басқармасы. Сондықтан биылғы 25-ші жылға біздің өкпеміз болмаса керек. Әкімшілік тарапына қолдау. Ендігі жылда осы қолдаулар жалғасын тапсын, жақсылықпен
жүздесіп жылды жақсылықпен қорытындылап жатсақ қандай тамаша. Дұрыс айтасыз. Енді Серік қонған өзіңізде жалпақта Нұрбай атына жас ақындар мектебін өңірде басқарып келесіз ғой. Мысалы қазіргі жастардың аяқ алысы қалай ұлттық өнерге бет бұрып жатқан? Енді Өзіңіздің ізіңізді басып келе жатқан жастар бар ма? біз облыста айтысып жүрген жаңа қалыптасып қалған ақындар бар. Біз мынау осы ашылғаннан бері көбінде мына мектеп оқушыларына не істеп жатырмыз, ден қойып жатырмыз. Өйткені сол жерден бастап жақсы ақындарды жақсы қалыптастырып тәрбиелеп, өткенде біз облыстық оқушылар айтысын өткізіп, бір 10 шақты ақынымызды қатыстырып, Серік аға өз батасын беріп сол жерде басқасында болды. Осы айтыстың жас буынын тәрбиелейік деп. Соның бір баланы мынау қола домбыра деген республикалық оқушылар айтысы бар, соған жіберіп жатырмыз бір шәкіртімізді. Сол секілді мектеп оқушыларының айтысқа деген ынтасы, жаңағы өзінің бойында таланты бар, жігері бар, айтысқа кішкене жаңағы сәл болса да өзінің талабы бар балаларды біз ортаға тартып, соны жаңағы білгенімізді үйретіп жатырмыз. Енді ол бір күнде ақын жасап шығару мүмкін емес, бірақ қалыптаса келе бір жақсы ақындар қалыптасатын шығар деген үміттеміз. Жоқ емес, бар. Оның сыртында енді бізден кейінгі осы өзіміздің айналамызда жүрген ақындар бар. Қалыптасқан олар енді баяғыдан осы айтысқа мектептен, студент кезден айтысқа қатысып, облыста, республикаға шығып алды, сөйтіп жүрген ақындар бар. Олармен біз облыстық айтыстар жасаймыз. Облыстық жаңағы өзіміздің кәдімгі облыстық ақындар айтысы. Оқушылармен сол оқушылар айтысын жасаймыз. Жоқ емес, бар, шүкір. Енді болашақтың еншісінде бәрін бір жолда шығару мүмкін емес. Ақырын-ақырыннан осы айтыстарға қосып. Қазір енді басшылықтың қолдау арқасында Өскемен кеншілердің шаһары, металлургтардың қаласы емес, өнердің ордасына дайындалып келе жатыр ғой, солай ғой. Биыл міне біз енді көктемде ана Қалихан Ысқақ атамыздың айтысын өткіздік қой, наурыз айында. Сол кезде Серік аға өзі көрді, өздеріңізді көрген шығарсыздар, халықтың ықыласын айтысқа. Шөлдегенін, шөлдіркегенін, залда инешен шарабын болған. Бұл деген біздің Өскеменде, біздің шығысымызда айтыстың өтпегеніне жылдар өтіп кеткені, екінші біздің шығыстағы халықтың айтысты сонша жақсы көретініне, айтысты сонша сусақ болғанына, оның үстіне айтысты керемет қолдайтындығы. Кез келген жерде біздің жаңағы енді облыстық қорытынды айтысымыз жасаймыз, сол кезде көреміз ғой. Айтысқа біздің осы шығыстың халқының ынтасы айтысқа деген жаңағы өте жоғары. Жастарды көп байқадыңыз. Жастар, орта буын өте жоғары. Сондықтан енді осындай біз енді биыл бастадық. Биыл тамаша, Серік аға айтпақшы, биыл енді 25-ші жылда біз қаншама жетістіктерге жетіп жатырмыз. Осы үрдісті әрмен қарай жалғастырып, келесі жылы мысалы мына облыстық айтыстарды көбейтейік деген өзіміздің ойымыз бар. Мысалы облыста жүрген жастарды осы айтысқа қосып, аудандарда айтыс өткізсек. Аудандарда облыстық айтыстарды. Енді республикалық айтыс жасаймыз, облыстан бір ақын, екі ақын, үш ақын қатысады, қалған ақындар қатыса алмай қалады. Облыста басқа да ақын бар. Солардың енді оларды сахнаға шығарып ел алып таныту керек. Оларды толық қамту үшін біз жаңағы аудандарда облыстық айтыстарды жаңағы көбірек өткізсек деген. Жаңа осы кешіп келіп жатқанда да сол бір айтысты ақылдасып жатыр едім сол кешіп. Жақсы. Енді айтылмаған сөз жетінбейді. Серік аға барлығын айттыңыз ба? Ойыңызда көкейіңізде жүрген нелерді? Иә, енді айтысты біз өлтіріп болмауымыз керек. Бұл айтыс әлемде ешқандай халықтың маңдайына бұйырмаған, жазбаған өнер, ерекше өнер. Айтысты біреулер жаңағы 20 минут өлең айтып мәшіне мінетін, болмаса 2-3 миллион, 5 миллионға дейін ақша алатын өнер, мал табудың бір тәсілі деген секілді қылып айтып жатыр ғой. Мен айтайын дегенім, айтыс өнер біткеннің төресі. Өнер біткеннің төресі. Күйшіге мысалы үшін күй де керемет өнер. Ән де керемет өнер. Жыр да керемет өнер бізде. Сен ана жыршы болып қой, термеші болып көр, дәстүрлі ән айтып көр, ана Бекболат, кім Рамазан Стамғажиевтер секілді. Күйші болып көр, кешегі Қаршығар Ахмедияров, Айгүл Үлкенбаевалар секілді, Секен Тұрысбековтер секілді. Бірақ осының бәрі өнер ғой. Айтыс осынша өнердің басын қосқан. Бір ақынның басынан күйшілік өнерді талап ететін. Бір ақынның басынан әншілік, термешілік, жыршылықты, ақындықты, суырып салмалықты, тапқырлықты, өжеттікті, осындай актерлікті айта берсек жаңағы біраз нәрсені талап етеді. Айтыскер ақын
былай айтқанда сол талаптың бәріне сай болу керек. Біздің кезімізде енді сөзін жасыратын жоқ. Домбыра тартпай-ақ, домбыраны ұстап отырып, айдар, идар, идар деп айтатын өлеңдер де болған. Одан кейін анау бүйтіп отырып ап, домбырасыз да осы екі тізесіне бүйтіп жүгініп қолын қойып ап, мен келдім Моңғолия өлкесінен деп айтысқан ағаларымыз болған. Бірақ қазір ол өтпейді. Сен қазір өзің ойлашы, мен домбырасыз барып айтыссам. Сразу сен күлкіге қаласың. 7-8 бала айтса шығармайды да саған қазір. Сондықтан ақындар қазір қайсым екен, жүйрік аттар болады ғой. Жал жүйрігі тараған, тағаланған, өкіленген, жаңағы жүгеннің өзінде артық салмақ жоқ. Жаңағы ананың ертең желде есіп шабуына кедергі келтірмейтін, тоқымсыз жайдақ шабатын да сол ақындардың да жашейін. Қай жағынан алсаң да артынан қара, алдынан қара, жанынан қара, сол жағынан жа. Бұлар мін болмау керек қой көзі. Сөзі ол іште жатыр, сөзін өңіле алмайсың. Сөзін аузын ашқанда шығарады. Сондықтан заманға сай болу керек. Осы өнеріміз біздің қырғыздарда енді бар, бірақ қырғыз бен қазақтың айтысын салыстыратын емес. Мен айттым ғой, қырғыздар жеке жырлауға, манасшылап, толғау айтуға, жаңағы біреуді жырлап кетуге әуесте. Біздің айтыста диалог дейміз ғой, бірмен шаппашап, суырып салма, тапқырлық, өткірлік. Осы айтыс әлемде 250 мемлекет бар ма, ұлт бар ма? Осы бірақ қана қазақтың маңдайын жазған. Осының өзін біздің жаңағы өзіміздің ішімізден шыққан қазақтар мәт-чат деп жаңағы ол көремаушылық, ол қолынан келмейді. Мен сізге айтайын, кез келген айтыскер ақын мен білетін жазба поэзияда жазады. Кез келген айтыскер ақын композитор. Кез келген мен білетін айтыскер ақын ән айтады, терме айтады, жыр айтады, күй тартады. Мен өзім білем, өзімнен де айтайын мысалы үшін. Мен мысалы 15 күй білем, нотаны білмеймін. Мен 15 күй тартам. Төкпесі бар, өзім үйреніп алған кезінде мектепте үйренгенім бар. Ән айтасыз? Ән айтам, иә. Термеде айтам, жырды айтам, әнді айтам. Енді қалай енді ол? Көп әлеуметтік желіде белсендісіз. Қазір айтыскер. Жоқ, ол әлеуметтік желіде. Содан кейін жаңа Серіктің бір сөзіне мен кішкене көңілім толмай қалды. Мына өмір деген былай екен. Мысалы үшін, міне қазір Серік бір ойын айтып отыр ғой. Мен осылай айтыссыз өмір сүре алмайды екем. Басқа жаңа деген секілді. Біраз уақыт өткеннен кейін, бір 5-10 жыл өте ме, мүмкін 5-6 ай өте ме, мына пікірі өзгереді екен адамның. Мысалы үшін, міне мына дәптер болды, бұдан басқа. Осы кезде айттым, осы кезде. Иә. Өзгереді екен. Өйткені мен оны тағы да өз басымнан алып отырмын да. Мысалы бір кезде мен алғаш айтысқа шыққан кезде, ой, осындай пәлен-пәшті бір әңгімелер айтып қап, осы интервьюда болсын, елдің алдында болсын. Артынан, мен сол жерде қателесіппін ғой, 10 жылдан кейін. Ақасы ол олай емес, бұлай екен ғой деген секілді әңгіме. Сондықтан Серікке айтарым, тек қана сен адамзат баласы ретінде тек қана осы мен айтыспен ғана қалдым, осы мен өмірімді айтысқа арнадым. Осы айтыс менің жаңағы тынысым да күмісім, осы айтыс болмаса мен жаңағы күн көре алмаймын деген ойдан аулақ бол. Мысалы үшін мен өзім спортпен айналыстым. Спортпен айналыстым да белгілі бір нәтиже көрсеттім. Мен өзім журналистикамен айналыстым. Журналистиканы әлі айналысып келем. Одан да нәтиже шығардым. Журналистикаға осы 15-16 жылдағы ішін жазғандарымның ішін ең таңдаулыларын шығарып, 2 кітап қылып шығардым. Әлі де қаншамасы бар, енді оны үйтіп шығара бергеннен Қазақстан Республикасының құрметті журналисті деген атағымды алдым мысалы. Айтысқа қатыстым, айтысты да белгілі бір деңгейге жеткіздім. Енді мен бәрін істеп болдым, мен қояйын деуге болмайды. Адам бір пайдалы нәрсе. Мен жаңа айтып отырмын, осы уақытқа дейін біз айтысқа үлес қостық. Айтыстың дамуына, айтыстың жаңағы өзіміз үшін де ар жағында мен болады ғой адамда, өз үшін. Жазушылар, қайраткер, халқым үшін, тілім үшін, дінім үшін деп жүргенмен, оның ар жағында өзінің тығылып жатқан мені болады ол. Бір елге көрініп қалу, тағы да бірдеме деген секілді. Сол секілді ендігі жерде тек қана қазылыққа шақырып, қазылыққа барып келу емес, көбінде сол барып, мен жаңағындай осы айтыстың болашағына кедергі болатын нәрселерден абай болайық. Мұны айтысты жиі өткізіп, сүйкімін кетіріп алмайық. Одан кейін бірыңғай елге танылған ақындарды шақыра бермей,
ауылда қаншама облыстарда танымай жатқан ақындар бар. Солардың ертең қартайып қалады олар, қарайып қалады, сағынады. Соны жаңағы сөйтсек, сол халыққа да, халық пен айтыстың арасындағы байланыстың көзге көрінбейтін жіп қой ол. Осыны үзіп алмаудың амалдарын ойлау керек. Жақсы, Ұлт өнері сонда мәңгілік жасайды. Рахмет. Айтыс туралы менің айтарым көп. Әлі де айта жатарсыз. Әрине, мынандай бір хабарда бәрін айтып тастамайсың. Әрине. Рахмет, осындай сұхбат ұйымдастырып, айтыс тақырыбына ерекше тоқталып жатқандарыңа Алла разы болсын. Амандықпен жолығайық. Рахмет. Серік Қуанған, сізге де көп алғысымыз айтамыз. Бәйгелі бола беріңіз. Рахмет. Серік ағам сізге жалпы ақыл айтып жүрмесе арамызда, сонда орнына жетімдік басымызға. Жалын тарап, кекілін тарап, ерке жирендіп. Әрқашанда ақылшы болып жүре беріңіз. Өзіңізге де елім деп, жерім деп жүрген өзіңіздей азаматтар аман болсын дейміз. Әлі де талай сұхбаттар бола жатыр. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Барлық жақсылық тілеймін өздеріңізге. Көп рахмет салиқалы сұхбаттарыңызға. Құрметті көрермендер, осымен Алтау Ньюс медиа орталығында болған кезекті сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Аман есен жүздескенше келесі сұхбаттарда әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын.